Сәлеметсіздер, студенттер. Саламатсыз ба? Сабағы, я? Жақсы, сабаққа дайын болсақ, олай болса, алдыңғы сабақта өткен тақырыбымыз қандай еді? Қандай тақырып өттік? Темір жол бекетінде деген тақырып өттік, сол бойынша 4-ші тапсырманы берген едім үйге. Достарыңмен экскурсияға барғанда деген тақырыпта сұрақтарға жауап жазу керек еді. Жақсы, олай болса мен қазір сұрақтарды тізбектеп оқимын, соған тездетіп бәріміз жауап берейік, жақсы ма? Кеттік. Экскурсияға қайда барасыңдар? Сонымен экскурсияға кім қайда барады? Мен Алматыға. Барлығымыз Алматыға барамыз ба? Жақсы, жарайды. Экскурсия қашан болады? Қашан? Сенбі күні. Сенбі күні. Жарайды. Сенбі күні дейді, я. Сағат нешеде? 9:00. 9:00. Немен барасыңдар? Жалдамалы көлікпен. Жалдамалы көлікпен. Кім немен барамыз деп жоспарлап отыр? Бірің автобус. Өзіңмен не алу керек? Су. Фотоаппарат. Су, фотокамера. Тамақ. Киім-кешек. Жарайды, жақсы. Келесі, қашан, қай жерде кездесетіндерің туралы жаз. Қайда кездесесіңдер, балалар? Алматының ортасында Арбатта. Алматының орталығы Арбатта дейді. Тағы кім қайда кездесеміз деп жоспарлады, балалар? Айтпай. Апортта кездесем. Сен де Арбатта кездесесің, е? Жақсы, балалар. Олай болса, жаңа сабағымызға көшейік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның жер аймағын аралаймыз. Бұл тақырыпты сендерге қосымша үй тапсырмасы ретінде берген едім. Жаңа деректер жинаймыз, тақырыппен танысамыз деп. Олай болса, сендердің осы жиып келген деректеріңді білу мақсатында сұрақтар қоямын, сол сұрақтарға жауап береміз. Жақсы ма? Кеттік, олай болса. Қазақстан Республикасы қайда орналасқан? Орталық Азияда. Орталық Азияда. Және шығыс. Шығыс Европа мен Орталық Азияда орналасқан. Жақсы. Тұрғындар саны қанша? 17 миллион 200.600. 2014 жылы тұрғындардың саны 17.202.600-ді құраған екен. Келесі сұрақ, жер көлемі жағынан нешінші орын алады? 9. 9-шы орын алады. Жақсы, жарайсыңдар. Әлемдік бойынша 62. Қазіргі еліміздің астанасы? Нұр-Сұлтан. Жақсы, жарайсыңдар. Нұр-Сұлтан. Ұлттық құрамын атаңдар. Қандай ұлт өкілдері бізде өмір сүреді Қазақстанда? Өзбекстан, қазақ, орыс. Қанша ұлт бар соның? Түрік. Ұйғыр, украин, татар, тағы да басқа ұлт өкілдері біздің Қазақстанда қазіргі таңда өмір сүріп жатыр екен. Қытай. Туристар да бар. Россия. Жақсы, келесі, олай болса. Балалар, мінекей, бүгінгі тақырып бойынша жаңа сөздер берілген, орысша және қазақша. 1 минут, 1,5 минут, 1 минуттың көлемінде сөздермен танысып шығайық. Танысып болғаннан кейін маған белгі беріңдер, жақсы ма? Көрініп тұр ма бәрі, балалар? Көрініп тұр. Болдық па? Келесі тапсырмаға көшейік, олай болса, балалар. Келесі тапсырмамыз берілген синонимдерді
жақша ішіндегі тиісті сөзбен тіркестіріп жазыңдар деген. Мына жерде өздерің көріп тұрсыңдар, құрметті, сүйікті, қалаулы, қастерлі дейді бірінші жолда берілген сөздер. Оның жақшаның ішінде қай сөзге қаратылып айтылатындығын табуымыз керек. Синоним дегеніміз не? Синонимді білеміз, айтылу әртүрлі, мағынасы бір сөздерді синонимдер дейді екенбіз. Жақсы, олай болса, қане балалар, құрметті кім дейміз? Құрметті адам. Құрметті ата-аналар. Жоқ, мына жақшаның ішінде беріліп тұр ғой, балалар, қараңдаршы. Жақшаның ішіндегі сөз. Құрметті азамат. Құрметті азамат, жақсы. Сүйікті. Сүйікті Отаным. отаным. Сүйікті отаным деуге болады. Қалаулы. Дос. Қалаулы жер. Қалаулы дос дейміз, Қастерлі. Жер. Қастерлі жер. Дос. Қастерлі жер. Жарайды, олай келесі сөйлемге көшейікші балалар. Маңызды не болуы мүмкін? Мәлімет. Маңызды мәлімет. Маңызды сөз. Жұмыс. Маңызды Әңгіме. Бәрі кіреді апай, маңызды. Ал мәнді дегенге? Мәнді дегенге мәнді сөз. Мәнді сөз. Мәнді әңгіме. Келесі. Мықты, күшті, берік, мызғымас. Мықты ел. Мықты достық. Мықты ел. Сенім болуы мүмкін. Күшті. Ел. Жоқ. Күшті достық. Күшті достық деуімізге болады. Берік. Ел. Берік ел. Сенім. Шекара, күшті шекара десек те болады. Мызғымас. Шекара. Мызғымас сенім, мықты. Мызғымас ел. Болады, әртүрлі келтіруімізге болады екен. Келесі әсерлі, тартымды, қызықты, күлкілі дейді. Әсерлі көрініс. Тартымды не болуы мүмкін? Тартымды оқиға. Тартымды сөз болуы мүмкін, Қызықты. Оқиға. Қызықты оқиға. Күлкілі. Қақ. Жақсы балалар. Жақсы балалар, олай болса сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма, 5-ші тапсырма. Сау болыңдар.